эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Bir bankте 5 және одан көп картасы бар клиенттердің аударымдары мен төлемдері тексеріледі. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банктерге клиенттерді тексеру талаптарын қатаңдатуды жоспарлап отыр. Тиісті өзгерістер жобасы ашық нормативті құжат актілері сайтында жарияланды. Ал талқылау қазанның 30-на дейін жалғасады. Bir bankте 5-тен көп картасы бар адамдар үшін шектеу енгізіледі. Айына жалпы сомаға 100 мың теңгеден аспайтын 3 төлем мен аударым жасауға рұқсат беріледі. Еліміздің шығысындағы Аягөз қаласында апат салдарынан жылу өшті. Соның салдарынан шаһар халқы жылусыз қалды. Ысырма істен шығып авариялық ажырау болса да, қазандықтар жұмысын тоқтатқан жоқ. Ақау толық жойылды. Барлық нысан толық көлемде жылумен қамтамасыз етілді деп хабарлайды Абай облысы әкімдігі. Жаңа платформада жұмыс істеу үшін электрондық авторадио Қазақстан. Бүгін Петропавл қаласында 7 градус жылы болады. Көкшетауда +9, Қостанай, Павлодар, Екібастұз қалаларында сынап бағанасы 8 градусқа дейін жоғарылайды. Түркістан, Шымкентте 15 градус жылы, Таразда +8. Қызылорда, Атырау қалаларында сынап бағанасы 13 градус жылыны көрсетеді. Ақтауда +16. Ақтөбеде 11 градус 0-ден жоғары болады. Оралда +9, Семейде 8 градус жылы, Өскеменде +5. Қарағанды, Теміртау қалаларында 9 градус жылы. Жезқазғанда +11, Талдықорғанда 8 градус 0-ден жоғары, Балқаш, Астанада +7, Алматыда 12 градус жылы. Алға қозғалыс.